Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 3-ші сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 2-ші сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз жанды және жансыз табиғат тақырыбымен танысамыз. Өсімдіктер өседі. Жаңа сөздер: жанды, жансыз, өсімдік өседі. Тыңдалым айтылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Әлбек кіммен сөйлесті? Әлбек атасымен сөйлесті. Олар не туралы сөйлесті? Олар табиғат туралы сөйлесті. Табиғат деген не? Табиғат бізді қоршаған орта. Табиғат қандай болады? Жанды және жансыз. Дұрыс айт. Өсімдік өседі. Екінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Тірек сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын өз сөзіңмен айт. Әлбек атасымен сөйлесті. Бізді қоршаған ортаны табиғат деп атаймыз. Табиғат жанды және жансыз деп бөлінеді. Үшінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқы. Табиғат жанды және жансыз болады. Жанды табиғатқа адамдар, жануарлар, құстар, өсімдіктер жатады. Жансыз табиғатқа су, тас, тау, күн, ай жатады. Жанды табиғат өседі, өзгереді, ал жансыз табиғат өзгермейді. Жазылым. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Жанды өсімдіктер табиғатқа, ай өседі, өзгермейді. Бесінші тапсырма. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді тап. Жанды, жансыз, өседі, өспейді, өзгермейді, өзгереді, жатады, жатпайды. Ақ, қара, суық, жылы, салқын, жылы, үлкен, кіші, тәтті, ащы. Айтылым жазылым тапсырмасы. Алтыншы тапсырма. Суретке қара, қайсы жанды табиғатқа, қайсы жансыз табиғатқа жатады. Кесте бойынша жаз, үлгі бойынша түсіндір. Бұл табиғат. Гүл, бала, көгершін, қоян, ағаш жанды табиғатқа жатады. Себебі олар өседі, өзгереді, көбейеді, қоректенеді. Ай, күн, су жансыз табиғатқа жатады. Себебі олар көбеймейді. Кел жаттайық. Табиғат біздің анамыз, табиғатқа баламыз. Құшағында ойнаймыз, шаттық әнге саламыз. Есте сақта, жанды табиғатқа адамдар, жануарлар, құстар, өсімдіктер жатады. Жансыз табиғатқа су, тас, тау, күн, ай жатады. Жанды табиғат өседі, өзгереді, ал жансыз табиғат өзгермейді. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар.